Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын март айында 3 эмди болгон Жалал-Абад шаарынын тургуну Айбек Ахметов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан батирлерден 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Жақсы отыр, құттықтаймыз сіздерді. Мына 3-4 балаңар бар екен, уже 7 болыпсыңар, жоғайыпсыңар, көбейіпсіңар, дес олты болғыла, мынадан көбейе бергіле. Мына президентіміздің атынан сізге 500 000 сом, бұл сізге, балаға бермеңіз. Сізге болса, мына биіктен өчірітсіз 3 комнаталы квартира. Жалауатта. İşinizde olsun, olsun, жақсы жүріңіздер. Рахмат. İşinizге келіп болсын. Жақсы, балдар жақсап чомойды берген, ә қызым? Қанша ұл, қанша қыз болды? 3 ұл, 4 қыз болды. Мына қызым, кәл, мына. О, қыздар, мына қызым. Мына, бұл сыға машина, мына қызым. Саға машина, мына. Баттан келме. Мұхаммед. Қолды берші. Жақшылап бай, маладец. Жақсы жүргені. Десі олық бар, жақсы жүргені. Шеңел келікті болсын. Балдай жақшылап баға бергіле. Құдай бұйырса, бар жақсы болады. 2 ұл, 1 қыз 8 мартта төрелді. Үй шартым, шу өзім 2 әкем бар. Ош әкелерім салып берген үйде жашайым. Апаммен жашайым. Негіз аз 7 балам болды. 3 ұл, 4 қыз. Генерал Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылыгын билдирем. Үй бүлөбүз атынан президенти Садыр Жапаровго ушундай шарттарды кылып берди. Аябай кубанычтабыз. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.